Алтын балта. Ертеде бай мен кедей көрші болады. Кедей орманға отынға баратын болып, байдың балтасын сұрап алады. Кенеттен суға балта түсіп кетеді. Ұзақ іздеп таба алмай отырғанда су иесі көмекке келеді. Ол кедейден «Мынау ма сенің балтаң» деп алтын балтаны алып береді. Кедей «Жоқ, бұл менің балтам емес» дейді. Су иесі екінші рет күміс балтаны алып шығады. Кедей «Жоқ, бұл да менің балтам емес» деп күрсінеді. Үшінші рет бір ескі ағаш балтаны алып шығады. Ол кедейден «Мынау ма сенің балтаң» деп сұрайды. Сонда кедей «Я, осы менің балтам» деп қуанып алады. Су иесі күлімдеп үшеуін де сыйға ұсынады. Ол үйіне барып, не болғанын әйеліне айтып береді. Оны естіп қалған бай көршісі қызғаныштан орман жаққа барып балтасын суға әдейі лақтырып жібереді. Су иесі алтын балтаны алып шығады. Байдың көзі жайнап, «Иә, дәл осы» деп алмақшы болғанда, су иесі ашуланып сазайын береді. Сөйтіп бай ештеңсіз үйге қайтады.